Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Макенов Әлімжан Әміржанұлы. Бүгінгі біздің төрімізде қонақта Қарқаралы қаласының Атығай Шанин атындағы театрының суретшісі, Қарқаралы қаласының құрметті азаматымыз, еліміздің мақтанышы деп айтсақ та болады, Дәулетбаев Сәкен Нұрмағамбетұлы. Біздің бүгінгі төрімізге қош келдіңіз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Көңіл күйім әрқашанда тамаша болып жүреді. Сіз қашанда күліп жүресіз? Иә. Әрқашанда осы мынау біздің Қарқаралының сұлулығы сияқты, осы Қарқаралының төріне қаншама еңбегіңіз сіңді, қаншама суреттерді салдыңыз. Мысалы, біздің Тоқтар Абакиевтің суретін салдыңыз, одан кейін Әлихан Бөкейхановтың суретін салдыңыз. Үлкен, өте керемет Қарқаралы көшесінің бір сәнін көрсетіп тұр. Енді өзіңіздің еңбек жолында осы еңбегіңізді, осы мамандық өте бір қиында, өте бір ерекше мамандық иесісіз. Сондықтан енді осы мамандыққа сізді осы жолға түсуге кім дәнекер болды? Кімнен үлгі алдыңыз? Сол жайында бір-екі ауыз сөз қозғап өтсеңіз. Енді ол туралы айтатын болсақ, бұл өзіміне енді бір-екі жылда амандық болса зейнеткерлікке шығамын ғой. Енді ол бұрынғы өткен уақытымызды есімізге алатын болсақ, маған енді мектеп кезінде дәнекер болған, өзім ешқайда шыққан жоқпын, осы Қарқаралыда болдым. Оған дәнекер болған, міне Отан соғысының ардагері болған, марқұм болып кеткен біздің Қарқаралы батыр деген кітаптың басты кейіпкері болған Аманбаев Сұлтан ағамыз суретші болды, ол да өзі табиғи суретші. Сол кісінің маған деген өте ықпалы көп болды. Онан кейін Ахмат Шимбатуллин деген біздің мектепте суретші болып, сол мұғалім болып, ұстаз болып бізге сабақ берді. Сол кісінің еңбегі өте көп маған көмегін тигізді. Сол кісілердің жанында жүргенім деуге болады. Енді ешқандай бұл жерде өзі сол мектеп мынау әскерден барып келгеннен осы суретпен ғана айналсам. Басқа енді ағаш жағы, әлгі жиһаз жақтарымен айналыстым бір кездерде. Содан енді ешқандай оқуға баратындай менің жағдайым болған жоқ, шын керек. Қолға тигізбейді. Сондықтан енді өзім мынау табиғи, өзім Алланың берген бір мағанда сол өнері, соны пайдаланып, сонымен өмір сүріп жатырмыз. Енді Қарқаралыда біраз жұмыстар атқардым деп айта аламын. Көбінесе енді осы Қарқаралының сәнін, көшелердің айбаттандыру жағын, соны енді әкімшілік болсын, басқа жерлер болсын, солар өздері сұрап, мынаны қалай істеуге болады, мынаны істеуге болады деген сияқты өздері менен сұраныс жасайды. Соны келісіп отырып, былай істесе қайтеді, былай істесе қайтеді деген сияқты сондай жұмыстар. Кеңесіп, соны істейміз. Енді негізгі ол айбаттандыру жағында менің істеген жұмыстарымның көбі әлгі кіші архитектуралық формалар көшедегі. Кішкентай бүркіт болсын, елік болсын, сондай кішкентай фигуралар. Сондай. Енді мынау жанымызда демалатын орындар бар. Қарқаралы енді табиғатымен кісілерді тартатын жер ғой. Кеншілер демалысы. Тасбұлақ деген жер бар. Сосын мынау бізде национальный парк дейді. Солардың жұмыстарын істедім. Біраз ұлттық табиғат парктың сол демалыс орындарына кішкене сондай формалар жасап, кішкене мүсіндер архитектуралық. Сондай жұмыстарым, сонымен әйтеуір
халықтың көңілінен шығып жатқан сияқты. Өте тамаша. Сондай шаруа енді қазір. Енді сізде осы қазір осы өнеріңізді жаңағы сіздің осы өнеріңізді сіздің осындай суретшілігіңізді насихаттау мақсатында біз осындай бір жақсы шараны ұйымдастырып жатырмыз. Енді мен осы Қарқаралы маңайында, Қарқаралыда көптеген суретшілерді көп көре қоймаймын. Мысалы өзіңізді көремін, басқа да суретшілер бар, жоқ емес. Бірақ енді осылай басқа да жас өспірім балаларға жаңағы сурет салып, жаңағы өзіңіз айтқандай кіші архитектуралық формаларды жасау, сондай игі істерге бір шәкірт дайындап жүрсіз бе? Сондай кісілер жайында екі ауыз айтсаңыз. Енді ол жағын шәкірт дайындап жатырмын деп айта алмаймын. Дегенмен енді сол қолынан өнер келетін жастар мектепке істеп жүрген. Олар енді ақыл кеңеспен келеді. Мынаны қалай істесек қайтеді, мынаны қалай істейді, мынау немен істелінеді деген сияқты сондай материалдарды сондай материалдармен істеуге болады деген сияқты ондай ақыл кеңестер сұрап келетін жастар бар. Енді көп жастар қазір Қарқаралыда енді үлкен не жоқ енді былай көп суретшілер жұмыс істейтін орын жоқ қой енді ол Қарқаралы үшін. Қарқаралы кішкентай ғана қала ғой. Көп өнері бар балалар сол жақтан оқиды да көбісі қалада қалып қойды. Қарқаралыға келмейді. Шыны керек. Ондай өнерлі балалар өте көп. Біздің Қарқаралы жерінен шыққан. Олармен хабарласып тұратынында кейбір жігіттер бар, сыртқа кеткен. Үшінші болып кеткендер бар, жақсы. Сонда енді мына балалар өсіп келеді ғой. Енді Қарқаралыға мынау жаңадан туристік бір бағдарлама арқылы туристік бір қала жасаймыз деп сондай қала өсет енді көптен келе жатыр. Енді болатын да шығар. Енді сондай уақытта мүмкін сондай орындар ашылатын шығар. Сурет салатын адамдар. Енді суретші табиғатпен айтса және бәсекелеседі дейді ғой. Мысалы осы Қарқаралының табиғаты, жаңағы қарағайлар, орман, тау, осындай бір керемет табиғаттың суреттерін кескіндеп соларды салған кездегі ең бір өзіңізге ерекше бір ләззат алатындай бір керемет салған суретіңіз есіңізде бар ма? Табиғат аясындағы суреттерде. Енді бізде енді баратын жерлер көп қой. Сондай табиғаты керемет, бұлай көңіліңнен шығатындай барлық жері де көңілден шығады табиғат. Біздің Қарқаралының табиғатынан. Енді көбінесе менің адамдардың сұранысымен салатыным осы шайтан көліміз біздің бәр жерге атағы шыққан. Шайтан көлге сұраныс көп, сырттағы адамдардан келетіні. Сол ана бассейн көліміз, сосын мынау өте тамаша әлгі орманшының үйі, Кімасардың жанындағы. Сондай табиғаты бар жерлерді салам, бұл енді сұраныс бойынша көбінесе. Ал енді өзім ішімдегі суреттер енді көбінесе тұра қоймайды. Салып қойғаннан кейін үйге келген кісілер обязательно оны алып қояды. Расы керек. Сондықтан енді өзім бұлай қорым бар деп айта алмаймын, өте аз. Оны енді және қазіргі заманда отырып сондай салатындай менде қазір білмеймін, мынау зейнеткерлікке шыққаннан кейін отырмасам қазір ондай бір отырып салатындай менде уақытымды тапшы. Қазір мысалы сурет жаңағы сіз ол сіздің өнеріңіз ғой. Енді қазіргі мысалы осы Шанин атындағы театрда жұмыс жасайсыз. Тағы да бір жерлерде жұмыс жасайсыз. Сол жұмыс жасау сізге кедергі келтіре ме? Әлде керісінше олар сізді жаңағы сурет салуға, жаңағы шабыттандырып ол кедергі келтірмейді. Ол қайта мен керісінше мотивация. Жаңа
жаңа дүниелер жасаймын мысалы. Идеялар. Оны мен қайталай бермеймін ғой. Иә. Қандай да болмасын бір сұраныс, қай бір жерде де болмасын. Мені спектакль болсын. Бір спектакльді қайталағанның өзінде оның артындағы декорацияны басқа да өзгертесің. Бір жаңа түрге қарай, жаңа заманауи сондай жаққа келтіруге тырысасың. Қазір өзі бұрынғы кездегі шаблонның бәрі кетіп бара жатыр ғой. Көп нәрсені кейде мен түсінбей де қаламын. Кейінгі енді дұрыс шығар, енді ол заман ағымына байланысты ғой. Кейінгі жас суретшілердің көбінікіне қызығам да, кейбіреуіне бұлай түсінбеймін кей шаруаны. Ол енді заманауи неге байланысты дүние, енді соған келтіруге тырысамын. Спектакль бірдеңе болған кезде арт жағына бұрынғыдай әлгі бір-ақ, екі-ақ бір предмет арқылы сол үлкен сахнаны көрсетуге болады, не болып жатқаны туралы. Ол үшін де әрине оққан, ондай тоққан жігіттер көп. Солардың істегеніне қарайды. Олардың кәсіби жаңағы оқыған білімділіктері бар дейсіз ғой. Иә. Енді дегенмен табиғи шеберліктің ол сиясы бөлек қойған. Енді мысалы көбінесе осы сырттан қонақ келіп жатса, болмаса үйге болсын, болмаса осы ауданның мәдениет үйіне болсын, осы Қарқаралы ауданның еліне болсын, көбінесе сізге осындай картинкаларды, болмаса Шайтанкөлдің суретін, бассейннің суретін деген сияқты сондай жаңағыдай суреттерді сізге салғыстырып жатады. Сонда көбінесе сиясы кетпей келіп беріп жатасыз. Иә. Осының бәрі жаңағы сиясы кетпеуінің себебі сиясы кетпеген деген бір керемет сөз бар ғой. Соның бәрі жаңағы сіздің қолыңыздың тимеуінен бе, әлде бір шабытыңыз келмей, шабыт келген кезде саласыз ба? Сиясы кетпеу туралы енді көп адамдар айтады, оны да естіген екенсің ғой. Сиясы кетпеу деген. Енді ондай жағдайлар болады енді. Мен өзі қылжақтап жүретін адамым ғой, сондықтан олар да сол қылжаққа келтіріп солай айтады да, сиясы кетпеді деп. Бір жерде бір картинаның, екі картинаның енді рас бояуы кетпей қалған кезде, соны әйтеуір мен ойын көтеретінімді біледі, соны әрі қарай алып кетіп әңгіме қылады. Енді ол бір жағынан жақсы да шығар, дұрыс та шығар. Ондай әңгімелердің айтылып жатқаны. Сонда енді ол бәрі кетпей қалды деп айта алмаймын. Осы өткен істеріңіздің бәрін артқа сырып тастап, енді мына келешекке қарай ауысайықшы. Қазір осы біздің Қарқаралының басында қандай ұлы тұлғалардың ескерткіші міндетті түрде болу керек деп ойлайсыз? Енді әрине енді естіген шығарсыздар, үш арыс орнатылған. Үш арыс сіздікі, иә. Құнанбай мен Жас Абайдың ескерткіші. Енді оны қағаз бетіне түсіріп, бірінші моделін жасаған менмін. Енді ол көпті өзгертіліп, басқадай істелді енді. Оны бірақ жаман деп айтпаймын, өте тамаша. Бірақ негізгі идея осындай болу керек еді, сол тұр. Сіздің көкейіңізде суреттер сөйлейді дегенмен, жаңағы сіз өзіңіз берген немен сәл басқашалап өзгертіліп. Иә, бірақ идея сол күйінде қалды. Сондай стильде. Идея қалды? Иә. Ол енді анау тапсырыс берген адамдарға байланысты ғой. Сондай шаруа. Енді мен ойлаймын, бұнда әлгі жаңа мен айтып кеттім ғой. Аманбаев Сұлтан деген ардагеріміз. Сол бір айтып кетіп еді, енді көп жылдар болды оғанда. Бір
Ахмет Байтұрсыновтың бір өзінің жеке ескерткіші болса, шіркін деген сияқты. Ол кісі бір эскизін тастап кеткен. Ол эскизді мен макет қылып шығардым. Ол кісі құптады, бірақ сол макет әлі күнге дейін тұр. Соны іс қылсам ба деген көкейімде өте бір арман. Ол және енді Қарқаралыда ол Байтұрсынов әкеміздің несі тұр ғой? Үш арыстың. Иә, үш арыстың ішінде. Мен ойлағам, сол Байтұрсынов Ақтеректе бірінші мектеп ашқан дейді. Солай бірге былай айтылады, бірге былай айтылады. Негізі Ақтеректе 3 кластық мектеп ашқан деп айтты. Енді мен сол кісіден естідім. Сол қазір музей ашайық деп жатырмыз ғой сол жерге. Енді кішігірім қана естелік музей. Сол мектеп ашылған үйдің ішіне. Сол үйдің алдына сол мүсінді қойса деп, үлкен емес, бір 2 метр, 2,5 метрлік қана сол мүсінді сол жерге апарып құйып қойса деген, енді қазіргі өзімнің ішкі дүнием арманым деп айтуға. Сізге сәттілік тілейміз. Енді жаңағы мынау 3 арыс жайында сөз қозғағым келіп отыр. Сіздің еңбегіңіз осы 3 арыс, соның мағынасын, соны сөйлету жағынан қандай ерекшеліктерін айтар едіңіз 3 арыста бейнесіне? Сөйлету арқылы дейсіз бе? Иә, мысалы, оны қандай неде сөйлетіп, қандай ерекшелікті қалдыратындай бір әсер ететіндей нәрсені бір ішкі ойыңыз болды ғой, мысалы? Иә, бастапқы ой сол. Одан өзгерген? Жоқ, одан өзгерген жоқ. Бірақ анау бастапқы ой сол суреттер Ермеков. Иә. Әлімхан Ермековтің Лениннің алдына барып, біздің Қазақстанның жері туралы, шекарасы туралы талқыға салғаны. Ол енді тарихта бар ғой. Сонда осы 3 кіші барған ғой енді Москваға. Сол Лениннің алдына. Менің миыма келген идея сол үшеуінің сол Лениннің алдына кірердің алдындағы как бана картаны талқылап отырғаны, Қазақстанның жерін талқылап отырғанын, соны сол кезде бір көзіме елестетіп сол арқылы шықты. Негізгі ой. Ол жай сөйлесіп отырған жоқ, ол кәдімгідей талқыға салып отырған. Мен алғашқы макетімде сол талқыға салып отырған бейнеленген, бір-біріне сөйлесіп. Енді сол ана кісілердің отырғанына сол талқығаса Қазақстанның жері туралы, картасы туралы, сол туралы мәселені үшеуі шешіп отырған. Сондай кезін бейнелеген. Тамаша, өте керемет. Шарыстың жаңағы бейнесін жаңағы келтіргендегі мақсатыңыз өте керемет мағыналы. Өте әдемі дүние. Енді біздің осы Қарқаралы тауларының етегіне біздің Қарқабат анамыздың мүсіні орналастырылды. Өзіңіз білесіз. Сол жайында қандай бір ерекшеліктерін болмаса, сол жайындағы бір-екі қозғайтын сөзіңіз бар ма, ойыңыз бар ма? Тамаша мүсін. Тамаша мүсін. Енді алдында бұл кісінің біздің енді еліміздің анасы ғой. Иә, не болды? Жобаларға конкурс болды. Ол конкурсқа қатыстым. Бірнеше мүсіншілер өздерінің жұмыстарына келді. Қарқаралы төрінде болды конкурс. Сонда Мұстафин Бейбіт деген өте тамаша мүсінші бар, қарағандылық. Сарында ма, Абай қаласында Абайдың бейнесін жасаған, кейіннен Бұқар жырау ауданында Бұқар жыраудың мүсінін жасаған өте тамаша. Бұқар жыраудың мүсіні де керемет. Сол жігіттің мүсіні өтті. Ол енді
менің мүсініммен сол кісінің проектісін Астанаға апарып талқылады. Енді сол кісі жеңді. Өте тамаша мүсін, маған ұнайды. Өзі Қарқаралының төрінде тұрған жерінде бәрі өте тамаша. Енді сізге тағы да бір сұрақ қояйын. Осы Қарқаралының ортасынан, мысалы бізде ұлы адамдар шыққан ғой, біздің Қарқаралда мысалы. Мәдени ескерткіші бар, мысалы. Қасым Аманжоловтың ескерткіші жоқ. Мысалы ескерткіштер жоқ, әлі қаншама ұлы тұлғаларымыз көп. Солардың ішіне бір ескерткішті бәлкім біреулер осы жерге Қарқаралы басына осындай бір ұлы адамның ескерткішін қойсақ деп ойлап жүрген адамдар болуы мүмкін. Соған сіз Қарқаралының бір ортасынан ба, бір жерден қай жерде ескерткіш болса екен деген ойыңызда орындарды бақылап жүрсіз. Сол жайын айтсақ. Ондай ой болады. Бізде мысалы орталық саябағымыз өте жүдеу. Сол жерде адамдардың былай жүріп тұрып, былай серуендейтіндей сондай бір әдемі жер істесе. Сырттан келген қонақтарды енді бәрін тауға апара бермейсің ғой. Сонда осы саябағымыздың ішінде отырып көрсететіндей сондай бір дүние болса деген сондай шаруалар бар енді. Енді Қасым Аманжоловты айтып отырсың, Қасым Аманжоловтың суретін бір тағы үйдің сыртына салса деп ойлаймын. Енді Бөкейханов пен Тоқтардың суретіне салдық қой. Сол сияқты тағы бір жерде сол Қасым Аманжоловтың да суреті тұрса деген бір не бар. Енді ол келешекте бар. Оны құптап жүрген мына қалалық әкімді бәрі құптап жүр. Оған енді бір кез келер амандық болсын жақын арада. Енді мына бүгінгі осы Қарқаралы қаласының мұражайында отырмыз ғой. Мен осы жерге сізбен бірге сұхбатты осы жерде ұйымдастырғым келді, себебі бүкіл Қарқаралының тарихы осының ішінде. Сондықтан ендігі кезекті мұражай басшысы Әбішева Назым Болатқызына берсек. 2019 жылы осы тарихи Қарқаралы музейінде бізде бір идея болып, осы бір залды космос залына арнайық деген сонда бір идеямыз болғантын. Содан кейін өзіміздің жанашыр ағамыз, Сәкен ағамыз, осы Қарқаралының тумасы, сондай керемет жаны ашып тұрады осы музейға деген. Содан ол кісіге жолығып, мынандай эскиз деп берген бізге. Осы 2019-да осындай эскизді жасаған болатын. Содан кейін 2020 жылы жол карта бойынша Туран Абдыгалиева Майра басшысы, сол кісінің бригадасы келіп, осы залымызды іске асырды. Енді 2019 жылы соғыс ардагерлерінің ұжымы бастаған, оның ішінде Абубакеров Нұрлан председатель, сол кісі Сәкен ағамызға осындай бір идеясымен бір көмек ретінде осындай бір жақсы стенд істеп берсін деп сол кісіге жолыққан болатын. Содан 2020 жылы 30 жыл болды ғой ауған соғысының шығарылған күні. Сол кезде ағамыз сол 20 жылы 15 ақпан күніне сол күнге сәйкес келіп осындай әдемі стенд әкеп орналастырды. Өзі енді Сәкен ағамыздың білесіздер бәрілеріңіз өнері, сондай өзінің сондай идеясы. Енді ең бірінші айтайын дегенім осы именно Қарқаралыға бұл кісінің ерекше жанашыр. Сәкен аға, өзіңіз білесіз, осы Қарқаралы тарихи өлкетану музейінде көрме залымыз бар. Осы көрме залымызда осындай атақты суретшілердің шығармашылықтары бар. Шарденов деген, енді сіз өзіңіз ағамыз, жанашырымыз осы Қарқаралының музейға деген сіздің ерекше көзқарасыңыз бөлек қой. Соған сізге осындай бір бұйымтайым болады. Осы музейға сіз бір картина сыйға тартсаңыз. Ондай менің өз жоспарымда бар. Бір шығармамнан бір-екі осындай
картинаны осы музейге тапсырама деген өзімнің бір жоспарымда болған. Оны обязательно әкеліп тапсырамын. Жақсы. Бәрекелді. Тамаша. Енді Сәкен аға Назым Болатқызы айтып өткен сурет өнері және мүсін жасау қайсы жаныңызға жақын? Негізі жақыны өзі жастайымнан өзі әлі мектеп оқығанда мүсінші боламын деп ойлағам. Мүсін жағы маған көбірек тартады. Негізі суреттен гөрі. Яғни жұмыс бабымен жаңағы суретке көбінесе. Иә, енді сұраныс суретке көп. Негізі. Иә. Негізі мүсін жағына. Сізге жетіспей қалғаны жаңағы жоғарғы білім жағы, жаңағы диплом жағы, оқу жағы, сол жағы уақыт болмай жаңағы соны оқымаған кезде сіз бәлкім жаңағы осы қаншама ескерткіштің авторы сіздің ескерткіштеріңіз қойылар ма еді бәлкім. Сондықтан келешек ұрпаққа жаңағы шәкірттеріңізге соған бір қандай кеңес айтар едіңіз? Әрине оқу керек. Оқу керек, иә. Енді талап болу керек. Табиғаттың берген ол өнеріне ешқайда бармайды, бірақ оқу керек. Оқымаса оны бәрі көп жерлерде қағаз сөйлейді. Алдынан бөгет қайткенмен шығады. Иә, сондықтан оны және оқығанда да ол қағаздан бөлек мынау техникасын үйрену керек. Оны біз өзіміз қалай көрдік, солай салып жатырмыз ғой. Бірақ мұның неше жетішті дүниелер бар ғой. Техникасы бар суреттің қандай, қалай салынады, қалай алынады, қалай бояуды. Оның барлығын кішкене болса да, тіпті керемет оқымасаң да, анадан кішкене дәріс аласың. Менің айтып отырғаным жаңағы екі кісіден мен сол кісінің екі бөліп айтады мысалы. Сол екеуінен мен дәріс алдым. Сол арқылы өзімдікін алдым, өзімдікін аштым деген сияқты дүние ғой. Сондықтан оқу керек, оқу білім. Мен білем. Табиғилық бәрін ұштастырып әкелу керек. Мен бәрін сала аламын, мен бәрін білем деген болмайды оқусыз. Оның бәрін, өңкей толқысын бәрін білмесе болмайды. Әлде мен өзім қателіктерімді көп жерде көрем суретімдегі. Содан кейін сонда кейде әттеген-ай деген болады. Неге осыны оқымадым екен деп. Енді сіздің жасаған мүсініңіз, осы мынау Асқар Бөкеннің мүсінін жасағансыз мысалы, өзіңіздің бірге оқыған кластасыңыз. Иә. Мүсініңіз өте тамаша. Енді сол мүсін бір жаңағыда қайта-қайта жөндеуді өткізуді қажет етті. Иә, әрине. Ол да оқымағандықтың белгісі деп айтайын. Ол да сонда. Бұл менің өзімнің білген дүниеммен істедім. Көрдіңіз бе? Егерде олай істегенде дейсіз ғой. Иә, оқығанда мүмкін ондай болмас еді. Сондықтан енді мен сізге айтайын, осы бұдан кейінгі Алла берсе Қарқаралының ба, осы елімізде жақсы мүсін өзіңіз жасап, қателеріңіз болса қателеріңіздің бәрін жаңартып, бір әдемі бір сіздің қолтаңбаңыз ретінде бір жақсы мүсін болса екен деген біздің тілегіміз бар. Сізге өміріңізге бақыт тілейміз, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Осы ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз, Қарқаралыда көркейтіп, біздің Қарқаралының келешегі зор. Жаңағы өзіңіз айтып өткендей, туристік жағы дамып жатса, жол мәселесі, қаншама осы Қарқаралыға қонақтардың бәрі келіп кететін болса, бізге де лайықты дүниелер болу керек. Сондықтан сізге сәттілік тілейміз. Біздің сұхбатымызға келісіп, және мына келешек ұрпаққа барша біздің сіздің жолыңызды қуатын, осы Қарқаралының жасөспірімдері сізге қарап бой түзейтін бәлкім шәкірттеріңіз де болуы мүмкін. Соған дұрыс бағдар, бағыт көрсете алатындай
елімізді насихаттау мақсатында сол жайында сізбен сұхбат алдық. Сұхбатымызға келіскеніңізге үлкен рахмет айтамын. Сәттілік тілеймін. Тек қана аман бола бер, ел аман, жұрт тыныш болсын. Құрметті көрермендер, баршаларыңызға үлкен рахмет. Бізбен бүгінгі қонақта болған өздеріңізге белгілі Сәкен Нұрмағамбетұлы, біздің елімізден шыққан осындай шебер, қолынан қаншама өнер, суреттер шыққан осы Сәкен ағамызды ұлықтап жатырмыз. Және де бұл кісілердің артынан еретін біздің елімізде осындай керемет, мықты суретшілер, мүсіншілер өмірге келе берсін. Тек бай болайық, бар болайық, ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.